өкінішке орай кейде қазір діннің атынан істеліп жатқан, бірақ дін одан пәк қой, әлбетте сондай бір іс-әрекеттер болғандықтан да сол дінге қарсы, мысалы біз мұсылман емеспіз, біздің ата-бабамыз мұсылман болмаған, мынандай болған деген секілді сөйтіп, немесе бағана ғылымды қарсы қойып, осындай бір іс-әрекеттерді жасап жатқандарды да неден көріп жатамыз бағанағы. Әсіресе сол Facebook парақшасында. Біз өзі бір әлімсақтан мұсылман, альхамдулилля мұсылман дегенде бір аталарымыз үйретіп өсірді ғой енді былайша айтқанда. Қазір сол өзінің атеист екенін, Құдайға сенбейтінін бір ашық айтуы да бір трендке айналып бара жатқан сияқты. Осы сіз айтып отырған бір әлеуметтік желінің де бір желінен деп ойлайсыз ба? Енді әлеуметтік желі деген не болды? Әлеуметтік желі деген бұл қазір әрбір адамға былай жатқанда жеке мінбер сияқты болып қалды ғой. Бұрын деген бұрынғы уақытта мысалы адамдарға бір нәрсе айту үшін сен не теледидарға шығуың керек, не радиоға шығуың керек, не бір жерге мақала жазуың керек деген секілді. Қазір әркім парақша ашып алады, ол жерге мысалы 10 мың 20 мың адам тіркеледі, ол жерден бағана тікелей эфир жүргізе алады. Сөйтіп өкінішке орай кез келген адам, оның білімі бар, білімі жоқ, өзінің аузына келгенді айтуға бұл әлеуметтік желілер мүмкіндік беріп жатыр. Сол себепті енді қазір әркім ойына келгенді айтып жатыр. Соның ішінде бағанағы мен Құдайға сенбеймін, басқа деген секілді нәрселерді айту жағынан сол модаға, трендке айналып бара жатыр. Оны өзіміз де байқаймыз. Енді бірақ біздің бұл жердегі біздің позициямыз қандай болу керек? Енді Алла тағала Құран кәрімде өзі айтады ғой. Алла тағала қалағанда адамдардың барлығын бір жолға салып қояр еді. Бірақ Алла тағала бұл дүниеде адамдарға бағанағы таңдау еркін берді. Біздің мемлекетте бағанағы діни наным, діни сенім бостандығын әрбір азаматқа берген. Сол үшін де ол қандай жолды таңдаймын десе, әлбетте ол мемлекет заңдарына қайшы келмейтін, бағанағы бір террористік, экстремистік, бір радикалдық пікірлерге шақырмайтын көзқарас болатын болса, оны ұстауға әркімнің өзінің мүмкіндігі бар. Ал біздің міндетіміз бұл жерде Алла тағала Құран кәрімде айтқандай, Раббың жолына көркем уағызбен, хикметпен шақыр, және одан жақсырақ болған жолмен олармен пікір таластыр дейді. Жалпы қолымыздан келіп жатса, оларға түсіндіруге тырысамыз, бағанағы әдебін сақтап пікір таластыруға тырысамыз, егер мүмкіндік болып жатса. Енді біздің міндетіміз шақыру, жеткізу, ар жағына әр адамға Алла тағала таңдау еркін берді. Таңдау еркі үшін ертең қияметте Алла тағаланың алдында сұралады. Енді бұл дүниеде әркім ол таңдау мүмкіндігін пайдаланады әлбетте. Жақсы аға.